Электронды ақшаның құны қандай? Осы сұрақтарға жауап іздеп көрдік. Криптовалюта цифрлық жүйедегі валюта саналады. Қарапайым тілмен айтқанда көзге көрінбейтін электронды ақша. Криптографиялық төлем жүйесі және криптовалюта туралы алғаш ақпарат 1990 жылы жарық көрді. Араға бірнеше жыл салып, бұл термин халық арасына қайта оралды. Банкілер дегеніміз қандай деңгейде банк болса да, ол ортадағы делдал. Адам мен адамның есеп айырысуында карта арқылы, шокта арқылы, ақша аудару арқылы жүргізетін. Сол кезде өзінің пайдасын алып қалатын ортадағы делдал. Ал енді криптовалютаның ерекшелігі, ол ғаламторда ешқандай делдалсыз, сіз америкалық серіктесіңізбен, әріптесіңізбен немесе бала шағаңызбен есеп айырысу ешқандай делдалсыз тікелей интернет арқылы жүреді. Интернеттегі ол ақшаның ерекшелігі, ол қолға ұстай алмаймыз. Ол шектеулі саны және өзіміздің шотымызда тұрады. Өзіміздің құпия жұмбақты парол арқылы кіріп, ашып, тек қана өзіміз жеке аудара аламыз, жеке пайдалана аламыз. Яғни криптовалютаны қолмен ұстай алмайсыз. Тек ғаламтор желісі арқылы пайдалануға болады. Бір қызығы, криптовалютаның бүгінгі бағасы 7800 ақш долларының үстінде. Мамандардың айтуынша, 2040 жылдары криптовалютаның дәуірі жүреді. Ал оған дейін биткоин сатып алып, оны сақтайтын адамдардың саны артады екен. Биткоин криптовалютаның бір түрі. Әлемде электронды ақшаның 1000-нан астам түрі бар. Себебі қазіргі кезде осы криптовалютаның ең танымалы биткоинның қоры 114 миллиардтан асты. Бұл нені көрсетеді? Бұл криптовалютаның болашағы өте зор екенін, және де осы 5 жыл ішінде бүкіл қағаз ақшаның жойылатынын көрсетеді. Бір қызығы, криптовалюта нарығы ешбір елдің заңына бағынбайды. Яғни биржада сатып алған криптовалютаны бақылауда ұстау мүмкін емес. Дей тұрғанмен, қазақстандықтар электронды ақшаны сатып алуда. Айтпақшы, 2018 жылдың екінші жартысында елімізде алтын койн және Евразиан койн атты екі криптовалюта пайда болуы мүмкін. Алайда мамандардың айтуынша, халық криптовалюта туралы мүлде білмейді. Сол үшін білімді жетілдіру керек. Криптовалюта илкоинді жақсы дамып жатқан Кореяда, Вьетнам, Индияда өте халық көп. Оларда Вьетнам, Бангладешта жақсы дамып жатыр. Қазақстанда оқу әдістемелер керек деп ойлаймын. Соңген осы криптовалюта жайлы көп білім керек. Әрине, криптовалюта нарығын жан-жақты зерттеу керек. Ал бұл валютаны жақсы білетін Арслан Айнақұлов сынды азаматтар үшін айласын асырып, бизнесін өркендетеді. Ал электронды ақшаны сатып алуға қажет 7800 доллар жоқ халық не істейді? Бұл бас ашық мәселе.